Сабақ тақырыбы иммунитет, гуморальдық және жасушалық иммунитет. Иммунитет дегеніміз бұл ағзаның жұқпаларға және кез келген бөтен бөлшектерге қарсы тұру қасиеті. Бұл ілімнің негізін қалаған орыс ғалымы Мечников және неміс ғалымы Эрлих. Олар бұл еңбегі үшін 1908 жылы Нобель сыйлығын алды. Ағзаны жұқпалардан қорғайтын қанның ақ жасушалары лейкоциттер, олар ағзаны екі әдіспен қорғайды. Біріншісі микробтарды жояды фагоцитоз, екіншісі микробтарды жоятын немесе арнайы қорғаныш нәруыздар антиденелерді жасайды. Микробтарды жою әдістері жасушалық және гуморальдық иммунитет деп бөлінеді. Олар өзара байланысты ауру қоздырғыштарын жояды. Мечников фагоцитоз үдерісін, ал Эрлих антидене жұмысын зерттеді. Нәтижесінде иммунитет туралы бір тұтас толық ілім жасалды. Фагоцитоз дегеніміз қатты бөлшектерді жасушалардың ұстап қалуы, амеба және лейкоциттердің көптеген түрлері фагоцитозға қабілетті және оларды фагоциттер деп атайды. Фагоциттердің ерекшелігі жалған аяғының болуы және сол арқылы қозғалуы, қан ағысына қарсы қозғалуы, қан тамырларының арнасынан шығуы. Зиянды бөлшектерді кездестірген кезде оларды жалған аяқтарымен қоршап алып, цитоплазмадағы лизосома көмегімен қорытады. Антиденелер дегеніміз лимфоциттердің кейбір түрлерін бөгде заттардың, яғни антигендердің енуіне жауап ретінде бөліп шығаратын ерекше нәруыздар. Антиденелердің әрекет етуіне тоқталсақ, микроағзаларды өзара жабыстырады және жояды. Улы заттардың молекулаларын химиялық реакцияға түсіп, оларды бейтараптайды. Зақымданған жасушаларды жою үшін белгілеп алады. Лейкоциттердің 5 типі бар және олардың қызметіне байланысты айырмашылықтары бар. Нейтрофильдер, микрофагтар және моноциттер ең белсенді макрофагтар. Олар бактерияларды, өкпедегі тозаңды және басқа зиянды бөлшектерді жояды. Микро және макрофагтар бірінші қорғау шебін қамтамасыз ететін фагоцитоздық жүйе болып табылады. Фагоциттер жасушалық иммунитетті қамтамасыз етеді, ал нақты қоздырғыштарды қарсы арнайы қаруды жасау, жауларды тану сияқты күрделі жұмысты лимфоциттер атқарады. Лимфоциттердің түрлі типтері әртүрлі мүшелерде түзіледі. Олардың барлық жасушалары сүйек кемігінде пайда болады және кейін жасушалардың екі типін түзіледі. Т лимфоциттер айырша безде жұмыс жасауға дайын жетілген болады. В лимфоциттер сүйек кемігінде жетіледі, көбеюге қабілетті, ауру қоздырғышын тани алатын арнайы жасушалардың келесі ұрпақтарын береді. Бұл лимфа түйіндерінде және көк бауырда жүзеге асады. Ағзада жаңадан белгісіз антиген түскен кезде арнайы антидене жасалады. Оған В лимфоциттер жауап береді. Егер жау ағзаға қайтадан немесе жиі енсе, В жасушалар оны лезде таниды және тез көбейеді. Аурулардың алдын алатын екпелерді қолдану осыған негізделген. Адам ағзасында иммунитетін жоғалтқанда, мысалы житспен ауырған адамдарда жұқпадан қайтыс болуы мүмкін. Житс бұл жұқтырып алған иммундық тапшылық синдромы. Қоздырушысы адамның вирустық жұқпасы немесе АВЖ. Олар тұмау вирусынан 100 еседей өзгергіш және вирустың бір түріне әсер еткен дәрі басқа түріне әсер көрсете алмайды. Электрондық микроскоп арқылы АВЖ-ның құрылысы және жасушаға беку механизмі анықталды. Ағза антиденелері вирусқа қарсы әсер етпейді. Вирус Т лимфоциттерді жоятындықтан ағза қорғанышы әлсіреп, иммундық тапшылық пайда болады. АВЖ жұқтырғанда алдымен аурудың белгілері байқалмайды және
басқа жұқпалармен тез ауырады және иммунитеттің жойылуынан аурумен күресе алмайды. ЖИТС белгілері қалтырау, лимфа түйіндерінің ұлғаюы, теріде ұсақ бөртпелердің пайда болуы, жараға айналуы. Дене температурасының көтерілуі, іші өтуі, арықтау, қаназдық, шашағыштық, буындардың ауруы, бастың ауруы, өкпенің қабынуы. АВЖ-ның жұқтыру жолдары жыныстық қарым-қатынас, қан құю кезіндегі қан арқылы, нашақорлардың бір шприцті қолданғанда АВЖ жұқтырған әйелден болашақ баласына. Жұқпайтын жолдары ауа тамшы арқылы, қол алысқанда, моншада, жәндіктер шағып алғанда жұқпайды. ЖИТС пайда болған кезден бері оны тиімді емдеу әдістері табылған жоқ, сондықтан алдын алу шаралары өте маңызды болып саналады. Бастысы ағзаға вирустың енуіне жол бермеу керек. ЖИТСтің алдын алу жалпы мемлекеттік және жеке шаралар болып бөлінеді. Жалпы мемлекеттік шаралар донордан қан алғанда және қан құю кезінде мұқият тексеру. Есірткі сату және жезөкшелікпен күресті күшейту. Емдеу орталықтарында санитарлық режим ережелерін қатаң сақтау. Жүйелі медициналық бақылау жасау, халық арасында санитарлық ағарту жұмыстарын жүргізу. Жеке шаралар, жеке бас гигиенасын ережелерін сақтау, саламатты өмір салты және АВЖ-ға вирустық жұқпасына мерзімді түрде қан тапсырып тексерту. Енді оқу тапсырмасы: бірінші тапсырма бойынша сәйкестендіру, екінші тапсырма бойынша кестені толтыру. Тапсырма жауабын бірге тексерейік. Иммунитет – ағзаның жұқпаларға қарсы тұру қасиеті. Фагоцитоз – қатты бөлшектерді жасушалардың ұстап қалуы. Антидене – бөтен заттарға қарсы түзілетін ерекше нәруыз. Антиген – ағзаға енген бөгде зат. Лейкоцит – қанның ақ жасушасы. ЖИТСтің жұғу жолдары жыныстық жолмен қан құю кезінде ортақ шприц қолданғанда анадан балаға. ЖИТС жұқпайды қол алысқанда, жөтелгенде, түшкіргенде, моншада, жәндіктер шаққанда. Алдын алу, жеке бас гигиенасын сақтау, салауатты өмір салты, қанды тексерту, медициналық құралдардың тазалығы. Сіздермен болған мен Рауа Болатбекқызы. Келесі кездескенше.